Енді менің туыстарым, жолдастарым ақш туралы менен сұрай береді, қалай енді өмірлері қалай, салт дәстүрлері қалай, енді күнкөрісті көрсетсең бізге, сонымен енді жолын көрсетейін деп едім. Мен тұратын қала осы Денвер қаласы, Колорадо штатының астанасы болады. Колорадо деген ақштың ең дәл ортасында, нақ ортасында орналасқан штаттың бірі. Енді Колорадо өзі таулы аймақ, Қазақстанның Алматының жеріне қатты ұқсайды. Қазір көресіз, мына мен келе жатқан жолмен мына тауға қарай шығатын жол деп айтуға болады. Бүгін таңертең тұрдық, сенбі күні мектеп жоқ, бірақ мына қызымды балетный студияға енді би үйренуге апарып жатырмын. Менің қызым жас 8-де, менің кенже қызым. Енді былай қарасаңыз, анау алдымызда тау бар. Бірақ бүгін күн қалай бұлттанып тұр ма, сол жақты білмеймін, ақса дұрыс көрінбейді деп өзі. Солай жағдай. Сол мен өзім ақшта тұрғалы көп болды. Енді бір жарты ғасыр емес енді. Енді 25 жылдай болып қалды енді осы мен тұрған. Екі қызым бар, өзім IT маманымын, сол жерде жұмыс істеймін. Мына каналды қоюға былай бұрыннан бастағанмын, мысығымды көрсетейін деп. Бірақ достарменен сөйлескенде қалай көрсетші, енді балаларымызды жібереміз ба, қалай енді қымбат па, удай қымбат па, қалай енді соның бәрін түсіндірейін, көрсетейін деп жатқаным ғой өзімше. Енді сізге ұнаса бір лайкты баса беріңіз, ұнамаса баспаңыз. Енді мен оны әдейі блогер болайын деп жатқан түрім жоқ. Бірақ осы Америка туралы, ақш туралы дұрыстап, грамотный енді айтып беретін, өмірлерін көрсететін сондай мақсатпен енді мына видеоны көрсетіп отырмын. Енді спальный районнан шықтық. Мына жерде одноэтажный Америка дейді. Осындай бір плазалар көп, иә. Мына плазаларға шықсам, плазалардың ішінде сары светке кетіп қалдым ғой. Алматыда сары светке кетіп қалсаң, онда не болады екен, штраф береді екен. Бұл жерде енді жүре бересің, сары светке, сары жанса да жүре бересің. Бір мектеп бар, Littleton High School дейма, бір мектеп бар. Сол, енді Денвердің сыртында жүрміз, спальный район дейді, Littleton, Centennial, Highlands Ranch, Aurora деген кішкене шағын спальный райондары бар. Ал Денвердің нақ ортасында енді өзінің ішінде енді офистары көп. Сол Денвер даунтаун дейді, центральный Денверді. Ол жерде адам енді тұрады, бірақ жастар тұрады, біз сияқты енді жастар кеп қалған, серьезный бала шағасы бар адамдар, олар енді Денвер даунтаунда тұрмайды. Өйткені бір жағынан тек қана бизнестер болады екен, офис, екінші жағынан осы спальный райондар өмір сүруге ыңғайлы болып тұр. Біз қазір Centennial'дан шықтық, Littleton деген шағын қалаға келе жатырмыз. Сол кішкентай қалашықта менің қызым балетный студияға барады. Мен бағана айтпақшы, балетный студиялар біз жерде бар ғой. Осы совет заманында мықты тренерлер болған, Молдавия, Украина, Ресей жерлерінен шыққан мына көптеген балетмейстерлер Америкаға келіп студияларын ашқан. Сол бір кісі бар, Молдовияның азаматы, уже ақштың азаматы болған шығар. Сол кісі бір әдемі студияны ұйымдастырып, соған енді бас болып, көз болып балаларымызға қалай енді дұрыстап балетный биді қалай
қалай салатынын бәрін үйретіп жүр. Енді осыған мен қызымды апарып жүрмін. Осымен 2 жылдай болды. Үлкенім де балетный студиядан дәріс алған. Мен оны онша былай негативті жаман көзбен көрмеймін, өйткені балет кететін кісілер, балетті билейтін кісілер қандай болса да, спорт болсын, балет болсын, дисциплинаға күшті ғой. Енді дисциплинада күшті болса, онда сабағы да күшті болады. Нагрузка болса, онда физический нагрузка болса, онда ол студенттер, ол оқушылар уақыттарын дұрыстап пайдалана алады. Мысалы, мен сабағым бар, жүріп алмайды, өйткені балет спорт болатын біледі да, жоспарлай береді ана уақыттарын ше. Мына Walgreens деген фармаси бар. Кәдімгі қарапайым біздің енді ауылымыз. Қазір мына балетный студияға бұрыламын. Жерде сплошной линия болса да, бұрыла береді екен машиналар. Вообще, мына біздің Американың жүретін жолымыз қазақтың нелерінен айырмашылық бар ережелерінен, жол ережелерінен. Алматыға келгенде мен айдай алмаймын, қорқам. Басқаша айдайды адамдар. Бұл жерде немножко енді қарапайым адамдар. Нетпей, асықпай, дұрыстап айдайды. И жол ережелері басқа. Ал енді мен дұрыстап парковкаға кірейін. Жүр. Барам. Аш. Балеттің плакаттары да бар. Мына костюмдар. Неге байлап щелкунчики ұйымдастырып дайындық өткізуде қыздар щелкунчик ойнайды. Тыста болатын спектакльдің көрінісі. Ой, біреу ұсталып қалды ма? Алдымызда бір не болып жатыр екен, полицейский біреуді тоқтатып, авария болды ма, біреу тоқтатты ма, әдейі тоқтатты ма, не ана кісі жол ережесін бұзған ба, бір нәрсе болып жатыр. Көрсетсем, білмеймін, шериф деген атағы бар. Шериф тоқтатты машинаны. Жарайды, онда қазір мен келе жатқан магазин, дүкеннің аты Michaels. Біз осы Америкада жүрсек те, бір нәрсені шұқып, тоқып, тегіп жүретін қалпымыз бар осындай. Сол Майклске баратын жол. Сол Майклстан тағы бір видеоны салып көрсетемін. Мен басқа поворотқа кетіп қалдым. Сонымен Майклстан алдында, сол дүкеннің алдында, мына дүкенді көрсетейін деп едім сіздерге. DSW, Data, well, not Data. DSW Shoes Warehouse. То есть получается, что аяқ киім сататын магазин, дүкен. Аяқ киімдері көп. Қазір соны сізге көрсетейін. Бір минут. Шамыз. Кіреміз. Адамдары көп па? Көп екен адам. Ой, көп екен. Бұлай аптаның жұмыс күндерінде кірсең, адам аз. Қараңыздар. Скетчер бар. Клиренс бағасы 30% мына $69 30% аласыз. Мына кроссовки сатып алуға болады. Бірақ мен осы магазинге кіргенде, ана ең соңында клиренс деген полкалар бар. Клиренс дегеніміз скидка. Мына уже
әбден ана скидка кірген. Акциямен алуға болатын аяқ киім. Менің размерім 7,5. 7,5-да не бар екен, соны көрсетейін мына қыздарға, е. Бұнайды киемі. Алматыда білмеймін, Алматының енді сәні басқаша ғой. Американдықтарға қарағанда мүмкін басқаша. Қараңыз, $79, $80-ға мынандай түплей алуға болады. Винс Комьюто дейді. Әдемі, шырайлы, әдемі. Мен өзімнің құрбыларым бар осы жерде өзбекше сөйлейтін. Сол әдеміні чыройлы дейді екен. Сон мен де шырайлы деп сөйлеп кетті. Мынау вообще $170 болған бағасы. Диба дейді. Білмеймін, әдемі ма? Маған айтасыз ғой. Иә, комментке жазсаңыз, әдемі ма, әдемі емес пе? Білмеймін, ондай кимейтін шығармын. Менің жалпы вкусым спокойный. Көп нәрсені мен ала бермеймін. Мұнда кимеймін. Тағы да қандай не бар екен? На удобный, тапочки сияқты. Бұл удобный тапочкінің бағасы $74.98. Қараңыз, мына голубой дейді ғой. Кок маркасын қарап, 40% екен скидкасы. Сон мұнан бағасы $74.98. Онда 40% скидкамен бұл қазір айтамын. Қазір market price дейді. 40% скидкамен, оказывается, $45 шығады екен мына тәпішкенің өзі. Қымбат, Алматының бағасымен. Осы жерге келсем, Puma деген кроссовканы алуға болады, Мына қызыл кроссовка жақсы екен Puma. Оның бағасы $64.98. Көк немен Көк 50% скидка, 69-50% скидка. Қазір айтамын сізге. Қазір 69. Ой, 35-ке алуға болады екен мына Пуманы. $35 арзан. Меніңше. Бірақ менің кроссовкам көп. Мына кроссовканы қоя жатармын. Сонан да страшный. Етік, ауылға киетін, сиырға киетін етік қой мынау. Қазір. Ой, ол да қымбат екен, $120. Спери дейтін. Біздің қыздар ондайды кимейді, біздің қыздар. Кесе әдемі, етік киеді мынау замшевый етік, қараңыз. Еще онда жақтырмайды біздің қыздарымыз, әйтпесе. Алуға болады. Винс Комьюто ғой деймін. Білмеймін. Үстіп енді бұлай келемін да, нелерін қарай беремін. Розовый етік бар екен, қараңыз. Сондай әдемі. Вау. Бір тойға киіп, розовый көйлекпен киетін етік екен. Біз жақта той болса, онда осындай етік киіп баратын едім. Бағасы қандай? Бағасы $100. Онда сары этикеткамен 60% скидка болады екен. $100 алсақ. Онда мына еті $40 шығады екен. Вроде бы кожа. Білмедім. Что-то қарауға лень. Ерініп тұрмын. Ал енді мужскойға барайық. Sorry. It's okay. Балалар, әр елде де балалар бол. Жүгіре береді екен. Енді мужскойға кірек. Мына мәселен, менің жолдасымның аяғының размері 10. 10-ға не бар екен? Онда мынандай бар екен. Ботинке. Қанша тұрады? Crown Vintage. Білмеймін ондай марканы. $60. Мыналарды жақсы көрем, бірақ менің жұбайым
дұрыстап кимейді оны. Мынау 109 біркен штоки, $110. Фиолетовый скидкамен 20% алмаймын маған. Мысалы, бұл қымбат болып көрінеді. Мұндай тәпішкелер бар екен. Оны қайтеміз? Киетін жұмысқа оны кимейді ол кісі. Пума бар екен. Бұл да Пума $65. Ана көк скидкамен 40% офф. Где-то 40-қа түсетін шығар. Так, спиннинг. Қараңыз, неше түрлісі бар екен. Мұндай крутежелер да бар екен. Ол кім? Рибок па? Вроде бы Рибок, да? $84-85. Еще оларда сонымен қатар көп не бар екен. Сумкалар да бар. Отдельные сумочные, отдельный детский обувь та бар екен. Соны қазір көрсетсем бағаларын біліп көре жатарсыз. Одан кейін маған жазыңыз. Сіздің бағаларыңыз қандай? Ал Қазақстанның бағасымен бірге дұрыс келе ма, келмей ма? Біздің бағамыз қымбат па, арзан ба, соны жаза жатарсыз. Детский обувь бар, бірақ маған қазір детский керек емес. Мен бұл жерде кімге алмаймын? Мен қызыма Неллиге. Мен бір-екі фирма бар, соның ғана аяқ киімін алып беремін. Примерно бағалары бірдей. Қазір в основном ана жаздың аяқ киімі шықты, өйткені жаз біткен ғой. Мына қараңыз, біздің балалар мынандайды жақсы көреді. Венс дейді. Мына Венс бағасын көрейік. Бағасы $54.98. Значит, 30% скидкамен $54.98 бізге $42 шығады екен. Сонда мына Венс $42 балағады. Мысалы, менің Алматының ақшасымен ойласам, онда маған қымбатты болып көрінеді. Бірақ мен білмеймін Алматының бағаларын. Сондықтан маған айтып берсеңіз, жазсаңыз жақсы болады. Мұндай сумкалар бар. Мынау қандай фирма? Мен АГ дейді. Жаман емес. Бірақ мен алмаймын, менде сумка көп. Сумка көп. Үйтіп біткен. Жармаған екен мына сумкаларға. Бір сумка жоқ екен. Міне осындай warehouse деп складное помещение айтады ғой, складное помещение warehouse. Мындай нелері бар екен. Рюкзактары, еще бутылкасы бар, Spider-Man деген. Бағасын білмедім. Қайда бағасы? $29-30. Ай, құрсын. Бізде не көп, зат көп. Мынандайлар. Біркен штокты жақсы көрем өзім. Бірақ, мысалы, 110-ға алмаймын, күтемін. Менің размерім қашан неде шықса, специальный акцияға. Одан кейін купон алып келемін, маған кейде купон береді. Бопты. Сланцтарды көрмейміз. Оған что-то особо қызыққан мен жоқ. Денвер деген кофталар қанша? $35. Ой, алмаймын. Мына кішкентай қыздар доктор Мартинсті жақсы көреді. Мен де кішкентай енді жас кезімде доктор Мартинсті кигенмін. Бір несі $160. Бірақ көпке шыдайды екен. Өйткені подошвасы жақсы, ұлтарағы да жақсы, тамбағын да жақсы жасаған. Мына осындай. Тер. Мына апаларыма, тәтелеріме, достарыма көрсететін видео ғой. Соны салып.
ютубқа қарай беріңіз. Сонда сіз де қарай беріңіз. Орысша видео көп, ағылшынша видео көп, бірақ қарапайым қазақтарға арналған қазақша видео не ғой жоқ екен. Сонда менің өзімнің мақсатым қазақша видеоны түсіріп, Америка туралы дұрыстап айтып, мамалармен бірге шай ішіп шүйіркелесіп отырғанда салынатын видео. Ал енді Майклсқа кеттік. Ал келдік па? Майклс дейді. Ұсақ түйек, 1000 мелочей деген бір магазин бар еді ғой Алматыда. Кеңес заманында. Білмеймін қазір бар ма жоқ па. Осындай 1000 мелочей деген не бар екен. Магазинна қазір мүсірді лақтырам. Қоқсықты лақтырдым. Ішіне кіреміз. Уже Новый год пен Рождествоға, Крисмасқа дайындап жүріп жатыр. Тележкама сөмкемді қоямын. Сөмкемнің ішінде не бар? Biraz көрсетем. Сөмкемнің ішінде $25. Ой, қайда кетті? Түсіп қапты ғой. $25 берілген подарка бар. Ондай Майклс $25 сертификат бар. Соны қазір мен пайдаланамын. Неге дейсіз ғой? Ұсақ түйек керек маған. Не дейтін? Тігетін, тоқитын, үйтетін, бүйтетін. Бірақ маған бір нәрсе точно керек. Ол жіп. Жіптеріміз бітіп қалды. Қалауынде міне осенне күзгі тема ғой мынау. Неше түрлі нәрселер бар. Мына қыздарға, кішкентайларына арналған, напичкаларға арналған неше түрлі ыдыстар. Мынау накладка. Шелкунчикке арналған тема. Бұны өздері сатып алады да неше түрлі болып бояды. Келістіреді. Бәрін бояуға, экспрессияға, внутренний творческий, шығармашылық экспрессияға арналған. Внутренний творческий экспрессияға арналған неше түрлі проекттер. Не керек еді үйге фотографияны былай рамкаға әдемілеп организация жасап. Бұл енді менің ең сүйікті отделым. Өйткені оқуға емес, оқуға неше түрлі жіп бар екен. Осы біздің мамамыз жас кезімізде, апамыз жас кезімізде осындай пряжа магазиндерде болса шіркін деп ойлағам. Енді бұны бүгін алмаймын. Маған жіп керек. Сол жіпті тауып аламын. Мынау последний клиранс дейді. 60%, 60% скидка. Жерде көп нәрсе арзан бағамен алуға болады екен. Бірақ маған көп нәрсесі де керек емес. Кейінге келсін, одан кейін бәрін бәрібір неше түрлі шіркеуге беріп тастаймын. Өйткені көп нәрсе жиылғанда апарып тастайтын ау жоқ. Сондықтан біз осы елде шіркеуге береміз. Сондан шіркеу өзінің үйлері жоқ адамдарға таратады.
немесе халдері нашар, былай енді ақшасы жоқ, жұмыстары жоқ, нуждающийся дейді ғой, семьяларға береді екен осы заттарды. Әйтеуір Америкада не жоқ заты. Do you know where they keep thread? Thread, like needle and thread. I can't find it for the life of me. Oh my gosh. Okay, I'll just follow you. Sorry. No, no worries. Just the simple things in life. Needles and threads. Yeah, yep. Like, I don't need all this fancy stuff. Is it in the middle? It's such a great store, but I'm definitely lost. Excuse me. Oh, right in here? Okay. Okay, perfect. Thank you so much. Келдік. Енді инелері бар, инелері де әйтеуір арзан емес. Былай қарағанда қазір маған не керек? Жіп керек. Ой, тоба. Бүкіл Америкада жіп жоқ па? Не болды соншама? Жіп бар екен. Жіп бар. Қазір бір жібін аламын. $3. Бір жібі $3. Бат. Әйтеуір біздің оқу, тоқу, шешем айтушы еді, не оқу жоқ, не тоқу жоқ. Енді тоқу жоқ болып қалды ғой. Тоқу десең, оған да көп ақша кетеді. Қазір. Сонымен мынандай 2 рамочка алдық. Сурет жасайтын, суретті былай қыстырып қоятын. Сонымен 4 жіпті алдық. Қара, біреуі ақ, біреуі күлгін дейміз. Қараңыздар, сонымен 20% скидкамен $31. Масқара ғой. $25 маған енді gift card берген білеміз. Сондай баға бар мына Америкада. Бір жібіңіз $3. Міне. Сондай жағдай.